теріс жағынан бір петля көтермейміз. Сразу бірінші столбиктен бастап тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 столбик тоқыдым. 15, 16, 17, 18 столбикті қысқартамыз. Екеуін бір столбик қылып тоқимыз. 1, 2, 17, 18 столбик, бір столбик қылып 3 ілгектен тартамыз. Керісінше айналдырамыз. Енді біз бау өтетін мынандай нелер жасауымыз керек. Бір столбик тастап кетеміз. Келесі столбиктен тоқимыз. 1, 2 воздушный столбик, 2 воздушный петля тоқимыз да, бір столбик тастап кетеміз. Одан кейін 1, 2, 3 столбик, тағы да 2 воздушный петля тоқимыз. Бір столбик тастап кетеміз. Келесіден бастап 3 столбик тоқимыз. 1, 2, 3. Тағы да 2 воздушный петля жасаймыз. Бір столбик тастап кетеміз. Қайтадан 3 столбик тоқимыз. Қанша болды? Қараймыз. 1, 2, 3. Ең соңғы 4-ші бау өтетін орын жасаймыз. Бір столбик тастап кетеміз. Келесі столбиктен 1 ең соңғы столбигімізге 2, 1, 2, 3, 4 столбик, 4 орын. Мына жерде біз осылайдық. Керісінше жағынан ешқандай воздушный петля көтермейміз. Осылай тиісінше айналдырамыз да, бірінші столбиктен бастап соңына дейін тоқимыз. 1, 2. Мына жерден тек бір ғана столбик өткіземіз. 3. Келесі 4, 5, 6. Мына жерден бір ғана столбик өткіземіз. 7, 8, 9, 10. Тағы бір ғана столбик өткіземіз. 1, 2, тағы да 3. Мына жерден бір столбик өткіземіз. Ең соңғы бір столбик. Бір столбик. Закреплять етеміз жібімізді. Сразу қиып тастаймыз. Осылай боковой шоу керек. Енді келесі жағынан тағы да дәл осылай тоқимыз. Тек осы жеріне, осы басынан бастаймыз.
бір столбик қараймыз. Мына жерден істедік. Келесінен 2 столбик, тағы да қараймыз. Бұлайнан келіп, 3-ші, 3. Енді бұлайнан келіп, мына жерде бір столбик таса кеткенбіз. Алдыңғы қатарларда осы жерден өткіземіз. Бір, 2, 3, 4. Жіптерді сразу столбиктердің арасынан жасырып бірге тоқимыз. 4. Тағы да бір столбик алдыңғы қатарларда тастап кеткенбіз. Дәл осы жерден тоқимыз. Тағы да мына жерде бір столбик тастап кеткенбіз. Тағы осы жерден тоқимыз. Мына қатарда 2 столбик тастап кеткенбіз. 2 столбик тоқимыз. 2. Мына жерде де 2 столбик тастап кеткенбіз. Алдыңғы қатарларда тағы да 2 столбик. И последний. 1, 2. Мына жерде бір столбик қалған, соның артқы ілгегінен алып, осылай тоқимыз. Мына жіптерді араларына тастауға тырысыңыздар. Енді бұлайнан ілгегімізді кіргізіп, осылайнан тоқып, жібімізді сразу арасына жасырып тоқимыз. Бұлайнан кіргізіп, жібімізді арасына кіргізіп. Осы жерде жіптеріміз қиып тастасақ болады. Ең соңғы жүгімізді айналдырып, изделемізді айналдырып аламыз. Бір петля қысқартуымыз керек. Санаймыз қанша шықты? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 столбик шығыпты. 18 столбик, бір петля тастап кетеміз. Сонымен бізде бірінші столбик есептеледі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и ең соңғы 17.
мына жерде 2 столбик оқимыз. 1, 2, 2 воздушный петля. 1 столбик тастаймыз. 1, 2, 3. 3 столбик жасадық. 1, 2, тағы 2 воздушный петля. 1 столбик тастап кетеміз. Тағы да 3 столбик тоқимыз. 2, 3. Тағы 2 воздушный петля. 1 столбик тастап кетеміз. И 3 столбик тоқимыз. Екі воздушный петля, 1 столбик тастап кетеміз. Мына екеуін қысқартып 1 столбик жасауымыз керек. 1, 2, осылайынан тартамыз. Айналдырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16. Жібімізді бекітіп аламыз. Енді обвязка жасаймыз. Айналдырып. Мына бұрышта 3 петля тоқимыз, чтобы доғал болу үшін. Осылай. 3 столбик. 1 столбиктен 3 столбик тоқуымыз керек. Мына жерден кіргізіп, келесі ілгегімізді. Жіптерді сразу араларына жасап жүру керек. Мына бұрышта да 3 столбик тоқуымыз керек. 1, 2, 3. 3 столбик тоқыдым. Ары қарата. Осылай обвязкамызды до конца тоқыңыздар. Мына бұрышқа келіп жеттік. Осы бұрышта 3 столбик тоқуымыз керек. 1, 2 бетінен алып тоқу керек. Мүмкін бір ілгегі ғана қалыпты. Bir, 2, 3. Тоқыдық. 3 столбик. Енді мына жерден 1 қараймыз. Мына жерден 2 қараймыз. Мына жерден 3. Мына жерден 4.
осылай айналдыра оқимыздар. Мына жерде кездесеміз. Бір, екі, үш, төрт. Енді ана бұрышта 3 столбик тоқимыз. Бір, екі, үш. И до конца мына жерде бір столбиктен тоқып, мына бұрышта бір столбиктен 3 столбик тоқуымыз керек. Мына бұрышқа да келіп жетті. Бір, екі, үш столбик тоқыдық. Қатардан, қатардан, соңында былайынан іліп аламыз. Соединительный петлямен осы жерде закреплять етеміз. Ішкі жағынан тартып, инемен өткізіп алып, арасына тығып жібереміз. Енді маленький детальдар қалды. Алдына, артына маленький деталь қоюымыз керек. И мынандай узор жасауымыз керек. И артында тоже квадратный деталь. Былайынан кіргіземіз. Жіпті осылай шығарып аламыз. Ұстап тұрамыз. Енді келесі столбиктен өткіземіз. Жіпті шығарып алдық. Былайынан бір петля көтеріп алдық, бір ілгегілеп аламыз. Келесі тағы да тартамыз. Изнаночный жағынан как соединительный петлямен до конца тоқимыз. Осылай, чтобы осындай қатар болып көрініп тұру үшін тігілген сияқты. Тағы да кіргіземіз. Соединяем. Мына жақта өрілген. Өріліп көрінеді, мына жерде как тігілген сияқты болып көрінеді. Осындай узормен істесек. Әдіспен.
шығарамыз. Осы қатарды тоқуымыз керек осылайынан соединительный петлямен. Тағы да шығарамыз. Өз көрініп тұрады. Қай жерден кіргізу керек ілгекті. Каждый осы бір рядпен қатармен шатас кетпей, осы дәл қатарды белгілеп алып, каждый неге петляға кіргізіп, осылай тоқыңыздар. Шатас кетпейтіндей. Бір. Так. Тарттамыз. Мына жақтан шығарамыз. Мына жақтан ілгегімізді тартамыз. Қатты қысып тоқып жібермеңіздер, өйткені анау бұйымымыз тартылып қалады. Мына жақтан шығарамыз. Тартамыз. Келесіден шығарамыз. Мына жақтан тартамыз. Мына жерде жіпті үзбес үшін мына жақтан тағы да мына қатардан тағы да осылай тігілген вид создаем. Осы жерден тағы бір қатар тоқу керек. Ол үшін былайынан өткізсек болады. Мына жақтан шығардық. Қайтадан қазір обратно осы жерден кіреміз. И мына жерден оралып шығу керек. Сәл тартамыз. Осылай бір қатармен айналдыра шығу керек. Өзім осы жіпті үзіп, арасына тығып, лишний қимылдарды істеген жек көрем, поэтому осындай әрекеттерге баруға бел боламын. Енді астыға қарай бір қатар түсеміз.
Былай айналдыру керек. Енді былайынан до конца обвязкада жасау керек. Бір, екі. Қатты татып жібермеңіздер, әйтпесе бұйымымыз жиырылып қалады. Осылайынан айналдыра обвязка жасап, осылай тоқып жаттып, тоқтап қалдым. Өйткені дәл ортасынан осындай 5 столбик набирать етіп, столбик без накида тоқу керек. Тоже кроссовкиміз, кедімізге қарап аламыз. Дәл ортасынан болу керек, чтоб кейін кешірім өтінемін, кішкентай бала киген кезде қисық болып тұрмайтындай қараймыз. Былайынан болса. Арқа жағынан, арт жағынан 5 столбик без накида тоқу керек. Бір, екі, үш, төрт, бес. Айналдырамыз деталімізді. Бір, екі, үш, төрт, бес. Бір, екі, үш, төрт, бес. Айналдырамыз. Бір, екі, үш, төрт, бес. Былайынан 5 столбик, қатары бойынша, биіктігі бойынша 10 қатар столбик без накида тоқыдым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді осында
Дәл мына бірінші деталімді краскедағыдай осылай обвязка жасаймыз. Ақ жіппен. Аламыз. Жіпті сразу ішіне кіргізіп алған жөн. Арт жағына, чтобы мешать етпейтіндей. Бір. Екі. Үш. Төрт. Бес. Енді былайынан, и былайынан істейміз. Мынаны былай арасына тығып тастасақ болады. Бәрібір, когда біз оны осылайынан тіккен кезде көрінбейтіндей. Іш жағынан. Артқы деталіміз дайын. Енді мына жіпті де іш жағынан тығып тастау керек.
Енді ары қарай жалғастырамыз. Обвязка қылып тоқуды. Бойынан тоқимыз. И астына бір неге түсеміз. Бір петля астыға түсеміз. Бойынан тоқимыз. Сосын қайтадан обратно өтеміз. И ары қарай жалғастырамыз. Тағы да бір петля астыға түсеміз. Осылайша болу керек қой. Қайтадан обратно. Бір петля астыға түстік, қайтадан жоғары қарай көтереміз. И до конца осылай обвязкамызды жалғастырамыз. Обвязкамды до конца осылайынан тоқып алдым. Енді былайынан тоқу керек. Тағы да бір столбик артқа шегініп, арт жағынан тоқуымыз керек, чтобы двойная екі тігілген не сияқты болып көрінеді. Тігіс. Астыңға неге өткізіп былайынан тартамыз. Сосын қараймыз мына жерден. Бізде бау өткізетін жер, соның мына қатарынан тоқу керек. Не туда. Былайынан. Осылай до конца айналдыра тоқу керек.
Обвязкасын осылай тоқып бітірдім. Ішіне қарай ұзын жіпті инемен өткізіп алдым да арасынан былайынан тығып тастадым. Мынау бау өтетін тесіктер осының арасына мына қатарда өткізуіміз керек. Жіптерді тоқуымыз керек. Астынан алып тоқиын. Өткіземіз. Чебімізді сразу өткізіп аламыз. Арасына осылай тыға бастаймыз. Осылайынан тоқимыз. Былайынан тартып. Инемен осы жіпті петлялардың арасына тығып тастаймыз. Деталіміздің обвязкасын біттік. Енді бізге арт жақтан мынадай майда деталіміз тоқуымыз керек. Бұл жерде мен алған 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбик алғанмын.
bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Sanayimiz bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Tamam. 4 kadar toxumuz gerek. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Üçüncü katları bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Aylandıram. Songa kadar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Sekiz, dokuz. Asla bir petle көтеріп бекітеміз. Осылайынан тігу керек. Осылайынан айналдырып. Ой, шығып кетті. Айналдырып тігеміз. Артқы жағым болды. Тігіп былайынан айналдырып тігеміз. Енді бізге алдыңғы жағын мына деталь тоқуымыз керек. Bir,
2, 3, 4, 5. Былайынан 23 столбик алып тоқыдым алдыңғы детальді. Былай қарасақ бірде болу керек. 23. Тағы да 4 қатар тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 қатар тоқыңыздар. 4 қатар тоқып бітірдім. Мына жерде бекітіп аламыз. Ұзынырақ қылып қалдырамыз. Кейін инемен былайынан біріктіріп тоқып жүруге ыңғайлы болу үшін. Бірінші инемен бәрін біріктірмес бұрын обвязкамыз тоқимыз. 1, 2, 3, 4 қатар осын 1, 2, 3, үшінші дәл ортасында обвязка жасаймыз. Мынандай қызыл оранжевыймен. Былайынан кіргіземіз. Ілгегімізді өткізіп аламыз. Былайынан шығарамыз. Артқы жағын жібімізді сразу тоқып жатқан кезде арасына жасырып тастаған ыңғайлы, конечно, кейін оның бәрін кесіп алып тастаймыз. Қалған нелері торчать етіп тұрса. Ал обвязкамыз бастаймыз. Қатты қыспаймыз. Әйтпесе кедіміз жиырылып қалады. Қысып осы жерлерін не қылатын болсақ, тоқитын болсақ, средний тығыздықпен тоқимыз. Осылай айналдыра тоқып шығыңыздар. Осылай тоқып, артынан инемізге өткізіп, сразу жібімізді тығып тастаймыз. Жасырып.
Былайынан тігіп тастаймыз. Каждый петлямен. Мына жерде ең соңында тігіп болғаннан кейін инені деталіміздің ішіне кіргіземіз да, осылай петлялардың арасына тығып тастаймыз жүнімізді. Осы жерден алып обвязкамызды тоқимыз. Ең соңғы элементі бұл. Каждый столбикке кіргізіп соединительный петлямен тоқимыз. Алдыңғы жақтан осылай айналдыра до конца тоқыңыздар. Сөйтіп айналдырып тоқыңыздар. Жібімізді алып, осылай тығып тастаймыз.
мына жерге бау тоқып или бау сатып алып өткізсеңіздер болады. Қандай бау тоқу керек туралы менің YouTube каналымда бар. Сол жерден қарасаңыздар болады. Қандай бау тоқу керек, өздеріңізге қандай бау ұнайды, сондай бауды тоқып, осы жерге кроссовкаға, кедіға қолдансаңыздар болады. Осымен біздің мастер-классымыз аяқталды. Менімен соңына дейін болғандарыңызға алғысым шексіз. Маған қолдау көрсету үшін менің каналыма подписаться бөлімінде подписка жасап қойыңыздар, лайк, комментарий қалдырып қойыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.